Ассалаумағалейкум арда қазақ, қонақ келсе қой соймайтын бар ма қазақ? Қазақ гриль компаниясынан сіздерге жалын сәлем жолдайды. Өзінің шырында бұқтырылып пісірілген дәмді қой етін ұсынуға қуаныштымыз. Біздің тағам тек осындай жақсы дастархандарда болады деп үміттенеміз. Қазақ атам қонақ келсе, ет пісер, ет піспесе, бет пісер деп бекер айтқан. Сонымен қатар біз сіздерге компаниядан эксклюзивті тұздықтары менен табиғи өсім майларын қоспасынан құрылған картоптары. Ең қызығына келетін болса, бұл қазақи салт дәстүр бойынша 4 түрлі малдың бөлінгендері. Дастархандарыңыз кең молынан болсыншы деп, осы келген қонақтардың көңілі толсыншы деп, бүгінгі мерекелеріңізбен арнайы қанаттың шын көңілін шақырған Қазақ гриль компаниясының шын көңілін әзірлеп пісірген тамағын дәмін татып, халықтарыңыз мың жылдық болсын.